Амыра дегенде, мен тап маңдай ымыра деп ойламадым аға. Неге советтік автономия дегенге келістік? Өліспей беріспеске болмас беді аға. Болмады. Жақандай болмады. Уақыттар, қол қысқа. Елді бекер қырып аламыз ғой. Жиған әскер, төккен тер. Ел боламыз деп күткен үмітіміз далаға кетеме енді. Қайтадан солардың қойнына кіріп, табанына тапталамыз ба? Жақандай, қылған жұмыс ешқашан қор кетпейді. Тек сабырмен ақырын күтейік. Менің де ішім удай ашиды. Бірақ басқа шығар жол бар ма? Үміт қылатынымыз баяғыда омбыда есіңде ме? Жұрт бола қалсақ, пәлен жер біздіке болады деп ұстап жазғанымыз. Сол жерді тұтас алатын болдық. Советтер Алашорданың барлық ағзаларына кешірім беретін болды. Жақсылықтан үміт қылайық, Жақандай. Жақсылықтан үміт қылайық. Ұйқың қандай қалың болса, сорың да сондай қалың екен ау қазағым. Хақтан тілеген ақ батаң қабыл болмай қалғандай. Еңіреген ел үшін жанын салған азамат. Жарқын жүздерің мұң басты. Күні түнге, түні түнекке айналғандай. Сарыарқа сары белдедік. Белдегі біздің ел дедік. Жеткіземіз деп жан салдық, межелі жерге келмедік. Көреміз деген күн емес еді. Көр деген соң көнеміз. Енді жерді жауға, елді дауға беріп, бас сауғалауға айналдық. Алаш деп атқа қонған азаматтар, елінің азат күнге қолы жетсе, қабырғасы сөгілсе де, қызылғаны төгілсе де, раз еді. Енді тірі қорлықта қайрандап қалды. Қанат құйрығы от алып, зар запыраны өз бойына у боп жайылды. Алаштың ақ туын көтергенде, арманымыздай боп, дүниеге келген Абылай медің, солардың бір жылт еткен үмітіндей, сен де сөндің, періштем.